Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біздер Асқар Алтайдың прописка әңгімесін оқығаннан кейінгі ой. Архат өрлік пен ерліктің символы. Бүгінгі мақсатымыз кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру, әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау. Сендерге әдебиет лотереясы әдісі бойынша тапсырмалар берілген, ең алғашқы болып жауап берген қатарға 2 ұпай беріледі. Бұл жерде 9 сұрақ. Өзі кеше ғана аттанған, мысалы, Сарыдан іздейміз. 300 сомнан еске алды, Алматыны еске алды, мұғалімдер даярлайтын институтты еске алды. Осы жердегі дұрыс жауап Алматыны, яғни сендер көп нүктенің орнына 1 Алматыны деп жазуларың қажет. Енді алғашқы тапсырмамыз, сұрақтарға жауап береміз. Жолаушылардың жаппай далаға шығудағы мақсаты, автор аязды күнді қалай суреттейді, неліктен 3 жолаушы автобустан түсіп кетті деп ойлайсыңдар, сұрап алған аурудың емі жоқ дегенді қалай түсінеміз, және де кейіпкердің көңіл күйі қалай суреттелген. Екінші тапсырма, бұл жерде сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Кейіпкерлерге мінездеме береміз. Архат не істеді, қайда келді, және Архаттың арманы қандай? Подполковник Архатты қалай қарсы алды, не нәрседен қорқады және не себепті Архатқа көмектеспеді? Қақатаев неге күмілжіді, неден қорқады, неге көмектеспеді? Және ең соңғы тапсырма, кестеде көрсетілген кейіпкерлерді сипаттап салыстырамыз, бүгінгі өмірмен байланыстырамыз. Архат қандай адам? Архаттың жездесі қандай? Алаңға шыққан жастар қандай? Және де сол автобус жүргізушісі, шоферіміз біздің қандай? Бүгінгі тапсырмамыз осы.